Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын және денсаулыққа өте пайдалы тағамдардың бірі бауырдан торт дайындайтын боламыз. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осы тортты сіздер де дайындап көріңіздер. Балаларыңыз үйде бауыр жемейтін болса, осы тортты жасап беруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен бауырымызды жуып, тазалап, және бір қабат пленкасын алып тастадық. Майдалап, турап, ет тартқыштан немесе дәл менікі сияқты блендерден өткізіп алатын боламыз. Өте майда бөліктерге бөлінгенше өткізген дұрыс, ешқандай түйіршік қалдырмауға тырысайық. Бауырды өткізіп алдым, ыдысымызға салып, осы бауырдың үстінен 1 шай қасық тұз салдым және 2 жұмыртқаны салдым. Жұмыртқаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Араласқан жұмыртқаларымыздың үстінен 1 кружка сүт құямыз. Сүттің жылы немесе мұздай болуы маңызды емес. Сүтті араластырғаннан кейін үстінен жарты кружка ұн саламыз. Ұнды 1 келкі болғанша араластырған дұрыс, ол үшін венчикпен араластырып алдым. Осы ұнның үстінен 3 ас қасық сұйық май құйдым. Тағы да 1 рет жақсылап араластырып алдық. Осы араласқан массамызды табада блины сияқты қуырып аламыз. Ол үшін табамызды 1 ас қасық сұйық маймен майлап, орташа отта қуырамыз. Әр бетін 2 минуттан қуырған дұрыс. Келесі блиныды да дәл осы реттілікпен құямыз. Егер сіздердің табаларыңыз жабысатын болса, әрбір 2-ші және 3-ші блиныдың арасын табаны майлап отырсаңыздар болады. Барлығын осы реттілікпен пісіріп алдым. Менде барлығы 11 блины шықты. Ал енді ортасына салатын салманы қуырамын. Қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз. Пияздың үстінен сәбізді салдым. Сәбізімізді жақсылап араластырып, сәл қуырғаннан кейін тұз қостым. Және баяу отта қақпақ астында 6-7 минут бойы пісіріп алдым. Осы уақыт аралығында майонезімді дайындаймын. Ол үшін 1 бас чеснокқа укроп және майонез салып, жақсылап араластырып алдым. Майонезім дайын. Сәбізімізді суытып алдық. Енді тортты жинауға кірісейік. Ол үшін блиныдың үстінен майонез жақтым. Майонезден кейін сәбізін салдым. Сәбізді жаймалап, үстінен тағы да блины қойдым. Осы блиныды да ең алдымен майонез жағып алдым. Үстінен 1 ас қасық сәбіз саламыз. Сәбізді 1 ас қасықтан салып отыратын болсаңыздар, барлығына жететін болады. Менде 3-ші слой, дәл осылай қайталап, барлығын жинап алатын боламыз. Осы бауыр тортымыздың барлық өнімдерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің тортымыз дайын.
Енді бетін сәндейміз. Ол үшін бір жұмыртқаны суға пісіріп алдық. Майда үккіштен өткізіп, торттың бетіне себелеп сәндеп аламыз. Дайын болған тортымызды 1-1,5 сағатқа холодильникке пропиткаға қойып алдық. Өте дәмді, нежный. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Менімен бірге дәл осындай керемет рецептерде кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.